Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез қолда бар заттардан дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз. Шым-шым тұз саламыз. Разрыхитель қосамыз. Ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай қолға жауыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, шар тәріздес формаға келтіреміз. Шамамен грек жаңғағының көлемінде бөліп алсаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша печеньеларымызға жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне арахистарымызды сеуіп шықсақ болады, немесе қантқа аунатып алсаңыздар да болады. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі өте тез дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.